TikTok'ta көп просмотр жинайтын бір функция бар. Қазір мен сіздермен оны таныстырамын. Алдын ала сіз каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ол үшін біз не істейміз? Ортадағы плюс батырмасын басамыз. Сосын өзімізге керекті видеоны таңдап аламыз. Мысалы, мына бір видеоны. Далее басамыз. Далее басқан кезде, мына жерде другие параметры деген шығады. Другие параметрді басамыз. Осы жерде пометка для тип контента деген шығады. Пометка тип контента для рекламы деген. Осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін, мына жерде қазір жоғары жағында пометка тип контента публикации дегенді қосып қоямыз да, одан кейін мына жерге ваш бренд деген таңдаймыз. Видеомызды сохранить етеміз. Продолжить. Сіздің каналыңызда көп просмотр жиналады. Ұнап жатса достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздерге қазір мен бір телефонның паметін тазалайтын бір функция көрсетемін. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды күтіңіздер. Ол үшін біздер телефонның набор бөліміне кіреміз. Сол жерден свежка, решетка 9900 решетка деген басқан кезде мынандай функция шығады. Көптеген жазулар шығады. Осы жерде мына жерде delete duplicate деген ба, сондай бір ағылшынша жазу бар. Duplicate, delete деген осы функцияны басқан кезде мынандай сөз шығады. Мен соны өшіру деген да, соны. Окейді басасың, өшіресің. Тағы да бір мәрте сөйтіп окейді басасың, өшіресің. Сөйтіп бірнеше рет өйтіп окейді басып өшірген кезде телефоныңыздың біраз телефон паметі жаңарып қалады. Ұнап жатса өздерің достарыңмен бөлісуді ұмытпаңыздар.